Құрметті көрермен қауым, хабарымызға біздің сыйлы мейманымыз да келді. Сіздер де таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының кітапханасы талдау кешенінің аға ғылыми қызметкері Асылхан Нұрғалиев бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош келдім. Қайырлы таң, қазақ елі. Тамаша. Енді бүгінгі әңгімеміз мәнді де мағыналы болады деген ойдамын. Себебі ауқымды үлкен тақырыпта талқыға алып отырмыз. Асылхан мырза, күн сайын өркендеп, дамып келе жатқан еліміз үшін 100 нақты қадам жобасының орны әрине ерекше. Осы 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру Қазақстанның әлем нарығына бәсекеге шығаратыны, бәсекеге қабілетті ететінін барлығымыз да жақсы білеміз. Енді осы орайда бұл жобаны іске асыру жолына қатысты өзіңіздің азаматтық пікіріңіз қандай? Өте жақсы сұрақ. Осы жақында айтылған елбасымызбен айтылған осы 100 қадам бағдарламасы шын мәнінде осы біздің қазақ елінің, Қазақстанның дамуына үлкен үлесін қосатын үлкен бағдарлама деп сенемін. Өйткені енді азаматтық тұрғыда қарағанда осы елдің азаматы болғасын, өз еліңнің әрине дамыған тілейсің. Алдағы үлкен осы әлемдегі озған, дамыған елдердің қатарында болсын деп, өз басым сондай ішкі ниетіңмен әрине бізді шетелде де оқыдық, осыған атсалысуға тырысамыз. Ал 100 қадам бұл былай қарағанда нақты елдің дамуының қадамдары. Сол бүкіл осы біздің қоғамның, елдің бүкіл халқын біріктіріп, салаларын біріктіріп, соған жұмыстанатын бағдарлама. Олай болса, осы 100 нақты қадамның 4-ші бөлімінде, яғни 87-ші қадам болу керек, азаматтық біртектілікті нығайтудың менің елім жобасын әзірлеу де қарастырылған. Енді бұл жобаға қатысты Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының кітапханасының тарапынан қандай да жұмыстар атқарылып жатыр ма? Атқарылып жатыр. Негізі менің айтып өткім келетіні осы 100 қадам дейтін үлкен бағдарлама. Басқа елдермен салыстырып қарағанда біз енді Қазақстан жаңа дамып келе жатырған еліміз ғой. Осы өзіміздің дербестігімізде де жақындалдық. Бұлай басқа елдермен салыстырғанда. Салыстырмалы түрде қарағанда. Мысалы, өзім Европада оқып келдім. Ол жақтағы елдер мың жылдап, ғасырлап дамыған. Негізі мемлекет құруда 2 этап болады екен, 2 белес. Біріншісі ол мына мемлекеттікті құру. Екіншісі сол құрылған мемлекеттегі институттар, мемлекеттік аппарат, соның базысында ұлттық дамыған мемлекет құрылады, институттар құрылады. Ал біздің Қазақстан осы әлемдегі үрдістерді, бүкіл мына жаһандану процесін ескере отырып, біз жаңа нациямыз, сондықтан біздерге бұл 2 этапты бір этап қылдырып өту керек болып тұр. Сол үшін осы 100 қадам бағдарламасы осы этапты өту үшін үлкен септігін тигізетін үлкен жақсы бағдарлама. Ал мына енді біздің жұмыс жасап жатырған жеріміз библиотека, кітапхана, біздің тұңғыш елбасымыздың кітапханасы. Бұл жерде елбасының осы тәуелсіздік жылдары атқарылған еңбектері, өзінің құжаттары, мұражайға тапсырылған осы егемендік алған кездегі аса құнды экспонаттар да бар. Сондықтан біздің мұражайға келген кісі, ол ең бастысы осы біздің тәуелсіздігіміздің, мемлекеттігіміздің тарихымен танысады. Сондықтан осы тақырыптарды насихаттауға мұражай, осы біздің кітапхана үлкен атсалысып жатыр. Енді елдің дамуы туралы айтып жатырмыз. Бүгінгі таңда енді техникада дамыған заман, сондықтан да осы елбасының кітапханасы заманауи соңғы шыққан техникалың барлығымен жабдықталған бүгінгі таңда. Оның барлығын көру үшін, немесе оқырман билетін алу үшін не істеу керек, қандай да бір құжаттар тапсыру керек па, қандай талаптар қойылады? Бұл кітапхананың бір ерекшелігі, қазіргі президенттің кітапханасы. Сондықтан бұл жерде баңа айтап өткенімдей, сол кісінің, елбасының өзінің кітаптары да бар, мысалға. Ал оқырман қауымға әрине, мысалы біздің интернет сайтымызда жаңадан ашылған
P-Library.kz дейтін. Сол жерде өте сирек кездесетін, мысалы, біздің елімізге, тарихымызға қатысты кітаптар бар. Электронды нұсқасында. Соны, мысалы, оқырман сайт арқылы кіріп, өзі таныса алады. Ал келіп көргісі келетін болса, шын мәнінде кітапхана өте әдемі, ішінде жақсы сондай мағыналы ескерткіштер бар. Соны келіп қараймын десе, ол үшін алдын ала хабарласып, мысалы, экскурсия түрінде келуіне болады. Мысалы, алда келе жатырған қала күніне бір аптаның айналасында ашық күндер жарияланып отыр біздің кітапханада. Соны келіп, мысалы, қатысып көрулеріне болады. Өте жақсы шын мәнінде кітаптарды біздің тарихымызға, елдігімізге қатысты мұрағаттарды көруге болады. Енді бүгінгі Таңшолпан бағдарламасының көрермендерге жолдаған сұрақтары да кітап оқуға байланысты. Осыған қарағанда бүгін хабарласқан көрермендеріміздің көптігіне қарағанда кітап оқуға жаны құмар азаматтар мен азаматшалар өте көп бүгінгі таңда. Сондықтан да кітапханаға барып, сирек кездесетін кітаптармен танысып, немесе жәдігерлерді тамашалап қайтқысы келетін жандар да көп деп ойлаймын. Өзіңізге көп-көп рахмет. Әрқашанда жұмыстарыңыз жемісті, табысты болсын деп тілейміз. Еліміздің қашанда болашағы жарқын деп сенуіміз қажет. Көп-көп рахмет өзіңізге. Ардақтаған естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақтан Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасының кітапханасы талдау кешенінің аға ғылыми қызметкері Асылхан Нұрғалиев.